Мәдениет сарайында композитор Шамшы Қалдаяқовтың шығармашылығына арналған концерт өтті. Шара Халықтар достығы үйінің қазақ тілі этномәдени бірлестігімен ұйымдастырылған және қазақ вальсінің патшасы, композитор, Қазақстан Республикасының гимнінің авторы Шамшы Қалдаяқовтың 93 жылдығына арналды. Көрермендерге мәдениет сарайының солистері мен достық үйінің ансамбльдерінің орындауында ұлы музыканттың үздік туындылары шырқалды. Концертке балалар музыка мектебінің домбыра оркестрі Грация Балби студиясы қатысты. Құрметті қазақ елі, амансыздар ма? Мен Риддер қаласындағы достық үйінде қазақ тілі қоғамының жетекшісі боламын. Шамшы Қалдаяқов атамыздың 93 жылдығына әнім сен едің деген ән кешін өткізген жатырмыз. 2000 жылдағы өткізгенбіз әнім. Онда Шамшының әндері деген ән кешін өткізгенбіз. Бүгін мінекей халқымыз жиналып, сол кешімізді тамашалаймыз деп жатыр. Көп рахмет. Көп жылдық мансабында Шамшы Қалдаяқов 300-ге жуық шығармалар жазып, олардың ішіндегі «Менің Қазақстаным» туындысы қырбұрышты тасқа айналды. Автордың өлімінен кейін ондаған жылдар өтіп, бұл туындысы Қазақстан Республикасының гимні болды. Бұл туынды композитордың өлімінен кейін 1 жыл бұрын жазылған. Әйтсе де, тірі кезінде де ол оны гимн деп асқақтатқан.